Сәлем балалар, қалдарың қалай? Сендермен мен Зуля апайларың. Біз қазір 6 сыныптың 425 есебін шығарамыз. Яғни рационал сандарды оп-оңай қосуды үйретемін. Балалар, аптаның әр дүйсенбі күні 6 сыныптың бір тақырыбын түсіндіріп отыратынымды естеріңнен шығармаңдар. Ол үшін осы каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңдар. 425 есепте қосындының мәнін табуымыз керек. Бірінші мысал, -5 плюс 13. Үлкен сан 13, соның таңбасы қойылады. Және де үлкен саннан кіші санды аламыз. Плюс 13-тен 5 алатын болсақ, 8 болады. Плюс 8-ді жай ғана 8 деп те жазуға болады. Екінші мысал, бізде үлкен сан 15, оның таңбасы плюс. Жақшада үлкен санны кіші санды аламыз. Плюсты жазып қояйық, 15-тен 8 алатын болсақ, 7. Плюс 7-ні жай ғана 7 деп жаза аламыз. Үшінші мысалда, плюс пен минус бізде қатар тұр. Егер қосу мен азайтылған екеуі қатар тұратын болса, ол жерге біз минусты қоямыз. 6-ның таңбасы плюс, 13-тің таңбасы минус. Үлкен санның таңбасы минус болып тұр. Үлкен саннан кіші санды аламыз. Минус қойылады, 13-тен 6 алатын болсақ, 7. Төртінші мысалда, плюс пен минус бізде қатар тұрып қалды. Егер плюс пен минус қатар тұрса, ол жерге біз минус таңбасын жазуымыз керек. 7-нің таңбасы плюс, 12-нің таңбасы минус. Үлкен санның таңбасын қоямыз. Үлкен саннан кіші санды аламыз. Минусты қоямыз, жақшаның ішінен 5 шығады. Бесінші мысал, бұл жерде қарасаңыздар, екеуі де бірдей сан. Минус 53, плюс 53. Ондай жағдайда екеуі де қысқарып, 0 қалады. Алтыншы мысалда, екі таңба қатар тұр, 17. Егер плюс пен минус қатар тұрса, ол жерге минус қоямыз. 17-ден 17-ні алатын болсақ, 0 шығады. Мінеки балалар, есепті түсінді деп ойлаймын. Егер осы тақырыпқа байланысты тағы есеп шығарғыларың келсе, 427 есепті келесі видеода шығаратын боламын. Көріңдер.